Баршаңызға сәлем. Бүгін каналда қарастыратын контекст тапсырмамыздың аты гармоникалық тербеліс деп аталады. Сонымен бірінші сұрағымыз: суретте гармоникалық тербелістің графигі бейнеленген. Осы бірінші сұрағымызда тербелістің амплитудасын тап деді. Тербелістің амплитудасы дегеніміз бұл ең үлкен ығысуды айтамыз. Яғни қарап отырсаңыздар, график бойынша ол 10 сантиметрге емес, келесі сантиметрге сәйкес келіп тұр. Ал бір тор көзіміз бізде 10 сантиметрге тең болып тұр. Демекте келесі тор көзіміз сәйкесінше 20 сантиметр. Сантиметр метрге айналдыратын болсақ, онда жауабымыз бізде С жауабына сәйкес келеді екен. Яғни ол мынау С жауабы болады екен. Келесі сұрағымыз: тербелістің жиілігін тап дейді. Тербелістің жиілігін тауып алу үшін біз қандай формула қолданамыз? Яғни жиілік дегеніміз периодқа кер шама, және оны тауып алу үшін график бойынша ең алдымен периодты тауып алуымыз қажет. Яғни тербелістің период дегеніміз толық бір тербеліске кететін уақыт. Яғни мына бізде жарты тербеліс, келесі жарты тербелістің қосындысы бізге толық бір тербелісті береді. Осы жердегі уақытымыз бізде периодты береді. Яғни ол әр клеткамыз бізде 2 секундқа тең болатын болса, демек бұл жеріміз бізде 8 секундқа тең екен. Демек 1-ді 8-ге бөлеміз, ол тең болады екен 0,125 Гц. Яғни ол бізде қай жауапқа сәйкес келеді? Б жауабына. Келесі сұрақ: графиктегі гармоникалық тербелістің теңдеуін тап дейді. Графиктің, яғни гармоникалық тербелістің теңдеуін жазу үшін ең алдымен қайтадан графикке назар аударамыз. Графикте синус немесе косинусоида екендігін қалай ажыратамыз? Егер де біз білеміз, физикада және математикада синус 0 градуста қаншаға тең? Яғни синус 0 градуста 0-ге тең. Ал косинус 0 градуста бізде 1-ге тең болғандықтан, егер де графигіміз 0-ден басылатын болса, ол бізде синусоидан білдіреді. Демек те бұл синус. Келесі сұрақ: ал енді жалпы графиктің теңдеуін жазайық. Ол үшін яғни амплитуданы көбейтеміз, синус омега т. Енді бізде омега жоқ екен. Омеганы табу үшін келесі формулаға сүйенеміз. Оны табу үшін 2π ню немесе 2π бөлінген т деген формуланы қолдансақ та жеткілікті. 2 көбейтеміз π сол күйінше қала берсін, ал біз периодты алдыңғысында есептеп тапқанбыз, және ол 8-ге тең екенді білдік. Екеуі қысқарып кетеді, сонда бізде 4 болады. Демекте омегамыз π бөлінген 4 радиан бөлінген секундқа тең. Енді осыны апарып қоямыз, сөйтіп теңдеу жасаймыз. Яғни теңдеуіміз келесі түрде болады екен. Амплитуда бізде метрмен алынғандықтан 0,2 синус π бөлінген 4 және т жақшаның ішінде метр болады. Демекте бұл С жауабы дұрыс екен. Келесі сұрақ: тербелістің үдеуінің максимал мәнін тап дейді. Максимал үдеуді тауып үшін біз x-тан 2 рет туындалатын еді. Немесе дайын формуласын берейік. Амакс неге тең? Амакс дегеніміз амплитуданы көбейтеді екенбіз омега квадратқа. Енді осыны орнына апарып қоямыз. Амплитуда дегеніміз бізде 0,2, омега дегеніміз сәйкесінше π бөлінген 4-ке тең еді. Пидің квадраты бізде жуықтағанда 10, немесе 3,14-ті өз-өзіне көбейтеміз. Квадрат бөлінген 4-тің квадраты сәйкесінше 16. Ал кеттік. 3,14-ті өз-өзіне көбейтем. 9-да 86 жуықтағанда көбейтеміз 0,2-ге және бөлемін 16-ға. Сонда шығатынымыз мән менде 0,123 дейді. Немесе амакс тең болады. Менің жағдайымда ол жуықтаған кезінде 0,112 метр секунд квадрат. Және ол жауабы дұрыс екен, және ол С жауабы. Және соңғы сұрағымыз қалды бізде. Т бөлінген 12 уақыт ішінде гармоникалық тербелістің ығысуын тап дейді. Ол ығысу табу үшін мына бөлікке жазайын. X тең формула бойынша жоғарыда 0,2 синус деген тұр еді ғой. Сол 0,2 синус, ал омеганың орнына 2π бөлінген периодпен жазам. Себебі менде есептің шартына уақыт беріліп тұр. Т бөлінген 12 қысқарып кету үшін. Т-ның орнына т бөлінген 12-ні қоям. Енді т мен т қысқарады, 2 мен 12 қысқарады. Сонда менде не қалды? Менде 0,2 көбейтілген синус π бөлінген 6 қалды. Синус π бөлінген 6 бізде 30 градуста 0,5-ге тең. Ал кез келген санды 0,5-ге көбейтетін болса, сол санның жартысы шығатын білеміз. Ол сонда 0,1 метр.
және ол А жауабына сәйкес келеді. Міне осымен бүгінгі контекст тапсырмамыз талқылау аяқталды. Гармоникалық тербеліс деп аталатын. Егер де видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бізде өте көп нұсқа талдаулар болады. Сонымен қатар айтып өткім келеді, төменгі бөлікте бізде осы видеоның арнайы WhatsApp номеріміз берілген. Сол бойынша кітап жөнінде сұраған болсаңыздар, сол WhatsApp номер бойынша жауап беремін. Қош, сау болыңыздар.